Ассаламу алейкум, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сіздермен осындай өте дәмді шығатын жұмыртқа бөректің рецептісімен бөлісемін. Бірінші қамырын дайындап аламыз. Қамыр үшін 2 жұмыртқа қажет болады. Тұзымызды саламыз. Қамырымызға кішкене сұйық май қосамыз. Сонда қамырымыз жыртылмай әдемі болады. Азырақ суымызды қосамыз. Осылай жақсылап араластырамыз. Ұнымызды салып, қамыр илеп аламыз. 2 күлше қамыр шықты менде. Кішкене қамырдың қатты болғаны дұрыс. Қамырымызды 2 бөлікке бөліп, күлшелеп, осылай бойын алып, демалғанша қойып қоямыз. Біздің қамырымыз 15-20 минуттай тұрды. Жақсылап демалған. Енді осыны бешбармаққа жайғандай қылып, үлкейтіп жайып аламыз. Қатты жұқа болып кетпеу керек. Осылай үлкейтіп жайып алдық. Енді осы қамырымызды дөңгелетіп кесіп аламыз. Дөңгелетіп кесіп алдық. Дөңгелетіп кескен жері менің видеоға түспей қалыпты. Осы қамырларымыздың 2 шетін осылай видеода көрсетілгендей саусағымыздың ұшымен сулап жабыстырып аламыз. 2 шетін ғана жабыстырамыз, ортасын жабыстырмаймыз. Ортасынан біз салмасын салатын боламыз. Өте оңай жасалады. Осылай бізде ортасы ашық болуы қажет. Барлық қамырларымызды бүгіп аламыз. Жақсылап жасап. Енді салмасын жасаймыз. Салмасына менде 2 күлшеге 10 шақты жұмыртқа кетті. 9-10 жұмыртқа шағасыз. Осы жұмыртқаларымыздың үстіне сүтімізді құямыз 1 кеседей, және азырақ сармайымызды құямыз. Тұзымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Тұзымыз еріп жақсылап араласуы қажет. Салмамызды осындай шайнекке құйып аламыз. Тестаға құюға бізге ыңғайлы болуы үшін. Қазанымызға суымызды салып қайнатамыз. Тұзымызды саламыз. Қайнап тұрған суымызға тестамыздың ортасын ашып, шайнектегі салмамызды осылай азырақтан құйып, тестамызды бүгіп, осылай қайнап тұрған суымызға сразу салып отырамыз. Видеода көрсетілгендей, тестаның ортасын ашып, салмасын саламыз. Салмасы ыңғайлы құйылады шайнектен. Осылай салып бүгемізді, крышкасын жауып, 5-6 минуттай қайнатамыз. Жақсылап көтеріліп, осылай піскені көтеріліп, осылай көрініп тұрады өзі. 5 минуттай қайнатып, біз бөректерімізді шығарып аламыз. Дәмі деген енді керемет, өте дәмді болады. Жасап көріңіздер. Осылай мінекей пісіп шықты. Бұл тағамның үстіне айран құйып, айранменен тартсаңыз да болады. Ас болсын, жасап көріңіздер.